Қарасаңыздар, ешкім айта алмайды да, мен сен пайғамбарыңды мысалға келте бермеші деп. Сондай адамдарды көргенбіз ше. Айта бермеші сен пайғамбарың мысалға деп ше. Ол мен сияқты көрген жоқ қой ондай нәрсені, қиыншылықты деп. Ол кім айтып жатыр оны? Ол туралы білмейтін адам айтады ғой, дұрыс па? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан артық жетімдіктің дәмін, қиындықтың дәмін, азаптың дәмін тапқан ешбір адамзат жоқ. Пайғамбар салсам бүкіл нәрсенің несін көрсетіп кеткен? Шыңырау шегін көрсетіп кеткен болды. Кедейліктің де шыңырау шегін көрсеткен. Бір ай қазан асылған жоқ деп айтады. Мың жерден сіңірі шыққан кедей бол. Бір ай мен сорпа ішкен жоқпын деп айта алмайды ешкім. Әйтеуір бір аптадан кейін бір сорпа ішкен болуы мүмкін. Көрдіңіз ба? Мен балаларым бәрі көз алдында өліп жатыр. Айта бермеші сен пайғамбарың. Жоқ, пайғамбардан балаларым бәрі өліп қалған көз алдында. Қызы Фатимадан басқа кішкен. Дұрыс па? Бүкіл баласын өз жерлеген пайғамбар саласам. Ал ешкім айта алмайды пайғамбар мен одан артық не көріп жатырмын деп, қиындық, азап татып жатырмын деп айта алмайды. Ешбір пайғамбар татпаған азаптарды татқан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Мен діннің жолында ақиқатты айтамын деп осылай азапталып жатыр. Жоқ, сенің азабың пайғамбар тырнағына татқан нәрсесінің. Пайғамбар татқан нәрсенің тырнағынан істемейді, татымайды.